Соңғы рет қашан ішің қалыпты жүргенін есіңе түсіре алмайсың. Ал кеш сайын ішіңнің кебуі, тамақтан кейінгі ауырлық, айтуға ұялатын газ бұлар есіңде. Бірақ мәселе бөлек емес. Бұл бір ғана процесс. Және дәл қазір ол сенің ағзаңды ішінен улап жатыр. Ең қызығы, адамдар жылдар бойы жартылай жұмыс істейтін ішекпен өмір сүріп, оны қалыпты деп ойлайды. 2-3 күнде бір рет барсам, бәрі дұрыс дейді. Жоқ, дұрыс емес. Ересек адамның тоқ ішегі шамамен 1,5 метр. Егер ол 3 күнде бір рет босаса, онда оның ішіндегі заттар 72 сағат бойы толық 3 күн сенің ішінде жатады. Осы уақыт ішінде бактериялар тек қорытып қоймайды. Олар индол, скатол, аммиак, күкірт сияқты улы заттар бөледі. Бұл заттар ішек қабырғасы арқылы қанға өтеді. Яғни сен өзіңді іштен улап жатырсың. Ал сен байқап жүрген жалғыз нәрсе шаршау мен ауырлық. Және оны жасқа жаба саласың. Бірақ ең қызығы бұлда емес. Ең қызығы ішек өзін бір түннің ішінде тазалай алады. Ешқандай дәрісіз. Тек бір механизмді іске қосу керек. Ол туралы көбісі үндемейді. Бірақ соны түсіну үшін алдымен бір нәрсені анықтап алайық, мәселе ішекте емес. Мәселе сен күнде істейтін әрекеттерде. Тоқ ішек жай ғана қалдық шығаратын құбыр емес. Бұл бұлшық еттен тұратын өз жүйке жүйесі бар орган. Ішек қабырғасында шамамен 500 миллион жүйке жасушасы бар. Бұл жылынан да көп. Оны энтеральды жүйке жүйесі деп атайды. Және ол миға тәуелсіз жұмыс істейді. Яғни ішек өзі шешеді, қашан жиырылады, қалай жиырылады. Бірақ мәселе мынада. Бұл жүйе өте сезімтал. Оған үш нәрсе әсер етеді. Не жейтінің, қанша су ішетінің, қашан жейтінің, осылардың біреуін бұзсаң, ішек баяулайды. Үшеуін бірдей бұзсаң, ішек тоқтайды. Ішек тоқтағанда не болады? Су сынып кетеді. Нәжіс құрғайды, қатаяды. Ішек қабырғасы созылады. Бірақ ең қауіптісі, жүйке ұштары соған үйреніп кетеді. Сен сигналды сезбей қаласың. Яғни ағза уақыты келді деп айтпайды. Ал сен дәретке дейінен қалаған кезде емес, өзім шешкен кезде барасың. Таңертең телефонмен отырып әдетпен. Бірақ әдет рефлекс емес. Ал ішекке дәл сол рефлекс керек. 50 жастан асқан адамдардың жартысынан көбі бір нәрсені айтады, толық босамаған сияқты. Бұл жай сезім емес. Бұл нақты факт. Ішектің соңғы бөлігі ешқашан толық босамайды. Онда әрқашан қалдық қалады. Сол қалдық уақыт өте қорғайды, тығыздалады және улы заттар бөледі. Бірақ жақсы жаңалық бар. Мұның бәрін кері қайтаруға болады. Кризмамен емес. Іш жүргізетін дәрілермен емес. Жарнамадан көрген детокспен емес. Барлығы әлдеқайда қарапайым. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Ішек түнде қалай жұмыс істейді? Көп адам ойлайды, түн демалу уақыты. Бірақ ішек үшін бұл ең белсенді уақыт. Сен ұйықтағанда стресс жүйесі, симпатикалық жүйе бәсеңдейді. Ал қалпына келу жүйесі, парасимпатикалық іске қосылады. Оның басты құралы кезбе жүйке. Ол ішекті тікелей белсендіреді. Перистальтика күшейеді. Ішек ішіндегі заттарды төмен қарай итере бастайды. Сол себепті таңертең оянғаннан кейін 30-40 минутта дәретке барғың келеді. Бұл кездейсоқ емес. Бұл түнгі жұмыстың нәтижесі. Түн бойы ішек баяу қозғалып, бәрін төменге жинайды. Ал сен тұрған кезде қозғалыс пен гравитация соңғы толқынды іске қосады. Бұл күшті жиырылу. Күніне 1-2 рет қана болады. Егер оны өткізіп алсаң, бүгін қайта болмай қалуы мүмкін. 70% адамдарда мәселе ауру емес. Оларда тек осы түнгі цикл бұзылған. Олар кеш тамақтанады, кеш жатады, стресс күйінде оянады, сол себепті кезбе жүйке жұмысын аяқтай алмайды. Ішек түнде босамайды. Таңертең сигнал болмайды. Күн іштің кебуімен, ауырлықпен басталады. Бірақ мәселе денеде емес. Сен оған дұрыс түн бермедің. Енді нақты не нәрсе ішектің түнгі тазалануын бұзатынын қарайық. Бірінші фактор – соңғы тамақ уақыты. Егер сен ұйықтардан 1-2 сағат бұрын тамақтансаң, асқазан қорыту процесін бастайды. Қан ағымы жоғарғы ас қорыту жүйесіне бағытталады. Аш ішек жаңа тағамды қабылдайды. Ал тоқ ішекке сигнал келеді, тоқта, жоғарыдан жаңа масса келе жатыр.
Бұл илиоциклді рефлекс. Яғни аш ішек тоқ ішекті тежейді, өзі жұмысын аяқтағанша. Нәтижесінде не болады? Тоқ ішек түн бойы тазаланбайды. Ол 4-6 сағат бойы күтіп тұрады. Сен ұйықтап жатсың. Ал ішек жаңа жеген тамағыңды өңдеумен айналысады. Сол себепті өте маңызды ереже бар. Ұйқы мен соңғы тамақ арасында кемінде 3 сағат болуы керек. 2 сағат емес. Аз ғана емес. Дәл 3 сағат. Сонда ғана асқазан босап, тоқ ішекке еркіндік беріледі. Екінші фактор – су. Көп адам күні бойы су ішемін деп ойлайды. Бірақ маңыздысы кешкі уақыттағы су. Тоқ ішектің басты қызметі суды сіңіру. Егер ағзада су жетіспесе, ішек барлық суды тартып алады. Нәтижесінде нәжіс құрғақ, қатты болады. Перистальтика оны қозғалта алмайды. Бірақ шешімі өте қарапайым. Ұйқыға дейін 40 минут бұрын 1 стакан жылы су. Бұл халық емі емес. Бұл таза физиология. Су ішекке жетіп ішіндегі массаны жұмсартады. Оны қозғалуға дайын етеді. Ал енді үшінші фактор. Және ол алғашқы екеуінен де күшті. Бұл туралы ешкім айтпайды, себебі ол тегін. Үшінші фактор – дене қалпы. Сен қалай жататының? Тоқ ішек іш қуысында төңкерілген әп сияқты орналасқан. Оң жақтан жоғары көтеріледі, ортасында көлденең өтеді. Сол жақтан төмен түседі, соңғы нүкте сол жақ төменгі бөлік. Гравитация сенің одақтасың. Бірақ тек тыс жатқанда. Егер сен сол жақ қырыңмен ұйықтасаң, көлденең бөліктегі заттар төмен түсетін бөлімге ағады. Сигма тәрізді ішек таңға дейін толады. Барлығы шығаруға дайын болады. Таңертеңгі күшті жиырылу дайын жүйеге келеді. Нәтиже, толық босау күшенусіз жеңілдік. Ал егер сен оң жақ қырыңмен немесе шалқадан жатсаң, гравитация керісінше жұмыс істейді. Заттар ортада тұрып қалады. Төменге түспейді. Таңертең ішек толық дайын болмайды. Сондықтан сенде мына сезім пайда болады. Бардым, бірақ толық емес. Себебі шынымен толық емес. Әрине, адам түні бойы қозғалады. Бір қалыпта жату мүмкін емес. Бірақ маңыздысы алғашқы 40-60 минут. Сол уақытта дене ең ұзақ бір қалыпта болады. Және дәл сол кезде жүйе іске қосылады. Егер сен сол жақпен ұйықтасаң, ішекке бүкіл түнге артықшылық бересің. Енді бәрін біріктірейік. Тамақ уақыты, су, дене қалпы — бұл үш қарапайым тегін фактор. Олар түнді тоқырау уақытынан тазалау уақытына айналдырады. Бірақ бір маңызды нәрсе бар. Егер төртінші элемент болмаса, алғашқы үшеуі толып жұмыс істемейді. Бұл клетчатка. Бірақ сен ойлағанда емес. Көп адам клетчатка десе, кебек, қатты нан, дәмсіз ботқаны елестетеді. Бірақ бұл толық шындық емес. Клетчатканың екі түрі бар. Ерімейтін, ергіш көпшілік тек бірінші түрін қолданады. Ал мәселе де сонда. Ерімейтін клетчатка, кебек сияқты, нәжіс көлемін көбейтеді. Бірақ егер ішек онсыз да баяу болса, бұл керісінше әсер береді. Бұл бітелген құбырға құм қосқанмен бірдей. Кебу көбейеді. Ауырлық артады. Ал ішектің шын қозғалтқышы ергіш клетчатка. Оған жатады пектин, инулин, бета-глюкан. Бұл заттар суда еріп, гельге айналады. Сол гель не істейді? Ішектегі массаны жұмсартады, сырғымалы етеді, көлемін арттырады, перистальтикаға оны қозғалту оңай болады. Бірақ ең маңыздысы, бұл тек механика емес. Бұл бактерияларға тағам. Ішектегі пайдалы бактериялар осы клетчаткамен қоректенеді. Соның нәтижесінде олар қысқа тізбекті май қышқылдарын өндіреді. Бутират, пропионат, ацетат олардың ішінде ең маңыздысы бутират. Бутират тоқ ішек жасушаларының негізгі энергиясы. Егер ол жеткіліксіз болса, ішек қабырғасы жұқарады, перистальтика әлсірейді, уыттар қанға өте бастайды, яғни мәселе тек іш жүрмейді емес. Бұл бүкіл ағзаның жағдайы. Енді сұрақ, ергіш клетчатканы қайдан аламыз? Қоспасыз, ұнтақсыз, қарапайым тағамнан: алма, пектин, сұлы, бета-глюкан, жасынық, бұрша. Банан әсіресе сәл піспеген, бірақ бір маңызды ереже бар. Бұл тағамдарды таңертең немесе күндіз жеу керек. Неге? Өйткені ергіш клетчаткаға тоқ ішекке жету үшін 6-8 сағат керек. Егер сен таңертең алма жесең, сұлы жесең, онда кешке қарай ішек идеалды материал алады.
Bakteriyalar butirat өндіреді. Түнде перистальтика күшейеді. Ал таңертең ағзадайым болады. Енді маңызды мәселе. Кейде адам бәрін дұрыс жасайды. Дұрыс тамақтанады, су ішеді, ерте жатады, бірақ ішек бәрібір жұмыс істемейді. Неге? Себебі бар, созылмалы стресс. Стресс кезінде симпатикалық жүйе үнемі белсенді болады. Адреналин мен кортизол тіпті түнде де жоғары болады. Кезбе жүйке басылады. Нәтиже, ішек қарама-қайшы сигнал алады. Бір жүйе қозғал, екіншісі тоқта, бұл спастикалық ішқату. Ішек жиырылады, бірақ үйлесімсіз. Кей жері қысылып, кей жері бос болады. Масса қозғалмайды. Сен литр су ішсең де, килограмм клетчатка жесең де, ештеңе өзгермей. Егер ағза қауіп режимінде болса, ішек жұмыс істей алмайды. Сондықтан маңызды сұрақ, ұйқы алдында стресс қалай азаяды? Жылы душ 30 минут бұрын қан теріге ауысады. Ішкі кернеу төмендейді. Дұрыс тыныс алу 4 секунд, дем алу 7 секунд, дем шығару 10 рет. Бұл кезбе жүйкені тікелей іске қосады. Пульс төмендейді. Ағза тынышталады. Экран жоқ, телефондағы көк жарық мелатонинді тежейді. Ал мелатонин тек ұйқы гормоны емес. Ішекте ол 400 есе көп өндіріледі. Ол моториканы реттейді, қабынуды азайтады, жасушаларды қорғайды. Енді бәрін біріктірейік. Бүгіннен бастай алатын қарапайым кешкі протокол. Соңғы тамақ ұйқыдан 3 сағат бұрын, ұйқыға 40 минут қалғанда, жылы су 1 сағат бұрын, экран жоқ 30 минут бұрын, жылы душ төсекте, 10 тыныс циклі ұйықтау. Сол жақ қырымен бұл қарапайым көрінеді. Бірақ артында миллиардтаған процестер. Сен тек кедергі жасамауды үйренесің. Бірақ бір маңызды нәрсе қалды. Егер таң дұрыс болмаса, түнгі дайындықтың жартысы кетеді. Енді таң туралы. Себебі дұрыс түн дұрыс таңмен ғана аяқталады. Оянғаннан кейінгі алғашқы 30 минут ең маңызды кезең. Бұл гастроколикалық рефлекс уақыты. Таңертең асқазанға бір нәрсе түскенде ол созылады. Сол сәтте кезбе жүйке арқылы тоғышекке күшті сигнал барады. Жоғарыдан тамақ келді, төменді босады. Бұл табиғи рефлекс. Балалар таңғы астан кейін бірден дәретке барады. Бұл әдет емес. Бұл нейрофизиология. Ең қарапайым триггер – аш қарынға бір стакан су. Бірақ әсерді күшейтуге болады. Егер 10-15 минуттан кейін аздап майлы тағам жесең, зәйтүн майы, авокадо, жаңғақ рефлекс бірнеше есе күшейеді. Неге? Өйткені май холецистокинин гормонын бөледі. Ал ол өт қабын жиырады және ішекті қозғалысқа келтіреді, яғни таңғы аз мөлшердегі май табиғи іс жүргізгіш. Енді басындағы сұраққа қайта оралайық. Ішекті бір түнде тазалайтын механизм қандай? Бұл бір ғана нәрсе емес. Бұл дұрыс тізбек. Күндіз клетчатка, кешке үзіліс, су, жылу, тыныс. Дұрыс қалып, таңғы триггер әрқайсысы бөлек әлсіз әсер береді. Бірақ бірге қуатты жүйе түске қосылады. Оны ешбір дәрі алмастыра алмайды. Ал іс жүргізетін дәрілер не істейді? Олар керісінше әсер береді. Ішекті мәжбүрлейді, шырышты қабатты тітіркендіреді, суды шамадан тыс шығарады, сен тазаланғандай боласың. Бірақ бұл иллюзия. Нәтижесінде электролиттер жоғалады, жүйке ұштары әлсірейді, тәуелділік пайда болады, 6 айдан кейін ішек онсыз жұмыс істемейді. Сен емделмейсің. Сен үйреніп қаласың. Тағы бір маңызды фактор – қозғалыс. Ұзақ отыру ішек үшін үлкен проблема. Күніне 8 сағат отырсаң, іш қуысының қысымы өзгереді. Сигма тәрізді ішек қысылады. Нәтиже, масса жиналады, қабырға созылады, рецепторлар сезімталдығын жоғалтады. Шешім. Күніне 20 минут жаяу жүру. Жүгіріс емес. Зал емес. Қарапайым жүру. Зерттеулер көрсетеді. Бұл транзит уақытын 14 сағатқа қысқартады. Яғни, 3 күн жатқан масса ертең шығуы мүмкін. Ең тиімді уақыт. Кешкі астан 40 минуттан кейін. Бұл кезде аш ішек белсенді. Жеңіл қозғалыс оның жұмысын күшейтеді. Нәтижесінде ас тез өтеді, тоқ ішек босайды, түнгі тазалану іске қосылады. Енді маңызды қорытынды. Барлық 5 фактор – тамақ уақыты, су, дене қалпы, стресс, қозғалыс бір механизм арқылы жұмыс істейді. Олар ішекті емдемейді.
олар оған өзін-өзі емдеуге жағдай жасайды. Ағза өзін-өзі реттейтін жүйе. Сенің міндетің кедергі жасамау. Енді ең маңызды болмайтын нәрселер, клизма бұл, тік ішекке күш көрсету. Микрофлора жойылады, рецепторлар әлсірейді, тәуелділік пайда болады, детокс өнімдер, шлак деген ұғым медицинада жоқ. Ағза өзі тазаланады. Сен тек ақша төлейсің. Май ішіп тазалау бұл өт қабына соққы. Әсіресе тас болса қауіпті. Ашығу парадокс, тамақ жоқ қозғалыс жоқ. Бактериялар ішек қабырғасын жейді. Нәтиже, қабыну өткізгіштік арту, жаңа проблемалар мыңдаған адам, қымбат пробиотик алады, процедура жасайды, дәрі ішеді. Бірақ нәтиже жоқ. Ал кейбіреулер тек 5 нәрсені өзгертеді. Кешкі уақыт, жылы су, сол жақпен ұйықтау, 10 тыныс, таңғы алма, 2 аптадан кейін бір ғана реакция болады. Қалай бұл жұмыс істейді? Өйткені бұл қарапайым. Бірақ қарапайым деген тиімсіз емес. Бұл механизмді эволюция миллиондаған жылда жасаған. Ал сен тек кешке 5 минут, таңертең 3 минут бөлуің керек. Сенің шегің жау емес. Ол ең тәртіпті жүйе. Оған дұрыс түн, су, дұрыс қалып берсең, ол сен үшін бәрін өзі жасайды. Егер осыны бір адамға жіберсең, мүмкін біреудің ертеңгі күні өзгереді. Кейде бір ақпарат ондаған дәріден пайдалы. Егер осындай нәрселерді әрі қарай білгің келсе, мен жалғастырамын. Бір нәрсені түсін. Сенің мәселең іш жүрмейді емес. Сенің мәселең жүйе бұзылған. Ағза ешқашан себепсіз бұзылмайды. Ол әрқашан сигнал берер. Бірақ сен оны елемейсің, кейін дұрысталады. Жасқа байланысты бәрінде солай жоқ, бәрінде солай емес. Көп адам таңертең жеңіл оянады. Іші бос. Дене жеңіл. Бұл норма. Ал сен ауыр оянасың, ішің кебеді, энергия жоқ, және оны қалыпты деп қабылдадың. Ең қауіпті нәрсе ауру емес. Ең қауіптісі соған үйреніп кету. Қазір сенде таңдау бар. Бұрынғыдай жалғастыру. Немесе бүгін кештен бастап өзгерту. Саған ештеңе сатып алудың қажеті жоқ. Ешқандай курс емес. Ешқандай дәрі емес. Тек кешкі ас уақытын өзгерту, бір стакан жылы су, 10 рет тыныс, сол жақ қырыңмен ұйықтау, таңғы қарапайым триггер болды. 2 апта. Тек 2 апта. Сосын сен өзің сезесің, іші жеңілдейді, таң өзгереді, энергия пайда болады, және ең қызығы, сен алғаш рет түсінесің, менің денем дұрыс жұмыс істей алады екен ғой. Бұл сезім ешқандай таблетка бермейтін нәрсе. Бірақ адамдар не істейді? Олар күтеді. Ертеңнен бастаймын дейді. Дүйсенбіден дейді. Келесі айдан дейді. Ал мәселе сол күйі қалады. Сен басқаша істей аласың. Бүгін қазір кешке жатарда осы айтылғандардың біреуін ғана емес. Барлығын бірге жаса. Сонда ғана механизм іске қосылады. Егер сен осы жерге дейін тыңдасаң, онда сен дайынсың. Енді бір қарапайым әрекет жаса, осы видеоны сақта. Себебі сен бәрін есіңге сақтамайсың. Бірақ қайтып келе аласың. Және тағы бір нәрсе. Егер сенде дәл осы проблема болған болса, оны жалғыз өзім шешпе. Бір адамға жібер. Мүмкін ол да дәл қазір осымен күресіп жүрген шығар. Кейде бір видео бір адамның өмір сапасын өзгертеді. Мен осындай қарапайым, бірақ маңызды нәрселерді әрі қарай да айтамын. Егер сен тыңдауға дайын болсаң, мен жалғастырамын.